Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді әрі шырынды болып шығатын асқабақ қосылған мантылардың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл мантының рецептісімен міндетті түрде жасап көруді ұсынамын. Себебі бұл рецептпен сіздің мантылардың қамыры езіліп кетпейді, өте шырынды, тәтті болып шығады. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қамырына 800 грамм ұн, 400 мл су, бір кішкентай қасық тұз, бір жұмыртқа және де бір үлкен қасық сұйық май қажет. Қамырын илеу үшін ең алдымен суымызға тұзымызды ертіп аламыз. Одан кейін ұнымызға бір жұмыртқамызды, тұздалған жаңағы суымызды, сұйық майымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды ыдыстың астына 15 минутке қалдырамыз. Демалуы үшін 15 минут өткеннен кейін қамырымызды жақсылап тағы да қолымызбен басып шығамыз. Қамырымыз сондай бір келкі, қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, бір келкі эластичный болып шығуы қажет. Салмасын әзірлеуді бастаймыз. Ол үшін бізге 950 килограммдай фарш, тыкваның жарты бөлігі, 2 пияз және де тұз бен бұрыш қажет болады. Ең алдымен тыквамызды, яғни асқабағымызды видеодағыдай кішкентай кубиктарға турап шығамыз. Және де пиязымызды сондай тыква, яғни асқабақ секілді етіп турап шығатын боламыз. Туралған асқабағымыз бен пиязымызды фаршымызға салып аламыз. Фаршқа асқабақ пен пиязымыз қосылғаннан кейін фаршымызды, яғни салмамызды дәміне қарай тұздап, бұрыштап, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей бізде бір келкі, күшті, яғни қамырымыз дайын болды. Қамырымызды бірдей 3 бөлікке өзімізге ыңғайлы болу үшін бөліп аламыз. Одан кейін әр бөліктен қалыңдығы 2-3 мм болатын жайма жайып шығатын боламыз. әрбір жаймамызды, яғни видеода көріп тұрғандарыңыздай жолақшаларға
кесіп, одан кейін одан төрт бұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Яғни шамамен жаңағы размері 10-10 көлемде болуы қажет. Кесіп дайын болған жаңағы квадраттарымыздың ортасына салмасын салып шығатын боламыз. Шамамен бір үлкен қасық толып тұрған салма салуға болады. Одан кейін мантыларымыздың формасын жасауды бастайтын боламыз. Мантыларды видеодағыдай мен сияқты түюлеріңізге де болады, немесе өзіңізге ыңғайлы басқаша әдіспен де жасауларыңызға болады. Одан кейін мантыларымызды алдын ала май жағылған мантоваркамыздың жаңағы табағына тізіп шығатын боламыз. Мантыларымызды 45 минут буда пісіріп алатын боламыз. Мінеге 45 минут өткеннен кейін біздің мантыларымыз дайын болды. Қамырлары үзіліп немесе ашылып кетпеген, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Асқабақ қосылған мантылар өте дәмді болады. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.